Сәлеметсіздер ме? Тәжірибелік бейне сабағымыздың тақырыбы do while цикл операторымен жұмыс. Do while циклына есептер шығару жолдарын қарастырамыз. Соңғы шартты циклмен жұмыс жасарда кез келген мысал алайық. Циклдың соңғы үшінші цикл, демек do while соңғы шартты цикл. Мысалға, кез келген сандар береміз. Сол сандардың жұп және немесе тағы екенін анықтайтын шартты, мысалға, кез келген сан беріп отырамыз, оның жұп немесе тағы екенін анықтайды, оң сан береміз. Ал егер -1-ді берген кезде ғана циклдан шығатындай қылып жасайық. Яғни шартымыз бізде кез келген сан берген кезде, оң сан берген кезде оның жұп немесе тағы екенін анықтайды, ал -1 санын бергенде ғана ол шарт тоқтау циклдан шығу керек. Демек, біздерге кез келген бір сан керек. Бүтін сан, кез келген сан, ол 0-ге тең болсын дейік басында. Және енді шығарайық, хабарлама шығарайық. Біздер мысалға кез келген санды енгіз, оның жұп немесе тағы екенін айырамыз деп. Сан енгіз, оның жұп немесе тағы екенін анықтау дейік. Демек, бұл бізде кез келген санның handle. Шығарамыз. Екінші хабарлама cout. Егер аяқтағыңыз келсе, онда -1 санын жаз дейік, салыңыз дейік. Егер аяқтау қажет болса, -1-ді жазыңыз дейік. -1-ді жазыңыз деп хабарлама қойайық. Бұл бізде хабарламаны қоямыз. Enter. Келесі cout бір жол тастайық. Handle. Және енді бастаймыз, Енді біз санды енгіземіз. Сан деп атадық қой, Кез келген санды сан деді. Санды енгіземіз. Енді циклға көшеміз. Яғни циклдың денесінде ол не орындау керек? Do, демек, циклдың денесі фигуралық жақшаға алайық. Оның ішінде бізде не орындалады? Егер жұп тағы екенін анықтауымыз керек біз. Демек, ішкі циклға біз шарт қоямыз. Егер бізде санымыз жұп немесе тағы екенін 2-ке бөлген кезде, оның мәні қалдығы 0, яғни қалдықсыз болса, онда ол бізде жұп болу керек. Солай ғой, cout шығарамыз. Ол бізде қалдықсыз жұпсан дейміз. Жұпсан. Айтпесе бізде немесе тақсан дейміз.
сан. Қандай екенін анықтап жатырмыз. Берілген санның жұп немесе тағы екенін анықтап жатырмыз. Енді осыдан кейін біз қайтадан қайтала дейміз, қайтадан санды енгіз дейміз. Санды енгіз, себебі біз ол сан қайталана береді, себебі қайтып енгізіп отырмыз. Егер тек -1 оң санды енгізген сайын, оның жұп тағы екенін анықтай береді. Ал -1-ді салған кезде, сол кезде ғана тоқтайды. Демек, санды қайтадан енгіземізде, біз циклдан шығамыз. Бұл циклдан шығамызда соңғы шартты while'дың, do while'дың енді барып біздер жаңағы шартымызды қоямыз. Бұл бізде санымыз, егер жаңағы -1-ге тең болмағанда ол орындай береді, циклдің денесі орындай береді, ал -1-ге келгенде онда тоқтайды. Демек, ол санымыз бізде -1-ге тең емес. -1-ге тең емес деп аламыз. Соңғы шартты циклда, do while'да міндетті түрде шарттан кейін нүктелі тұр қойылады. Бұл алғы шартты цикл, for, параметрлі циклдарда бізде нүктелі тұр қойылмайтын. Ал бұл соңғы шартты циклдың ережесінде, синтаксисінде жалпы шарттан кейін нүктелі тұр міндетті түрде қойылады. Айтпесе сіздерге қате шығарып береді. Так, system, пауза қойып. Пауза қойып. Кішкене жақтау үшін. Так, егер қажет болса, қайтып бастапқы 0 қадамына барады. Так, фигуралы жақсы жабылған. Так, келесі. Так, жіберіп қарайық, тексереміз. Endel, қай жерде қате жазып жібердім? Endel 8-ші жолда мына жерде Andel деп жазылып кетіпті. Қайтадан жібереміз. Так, сан енгіз, оның жұп немесе тағы екенін анықтау. Мысалға 34 деп берелік, ол жұп сан. Дұрыс қой? Дұрыс. Демек, келесі сан 67 дейік. 67 ол бізде тағы сан. Дұрыс шығарып тұр. Келесі 45 дейік. Тағы сан. 2343 бізде жұп сан ба, тағы сан ба? Тағы сан. Келесі 6 дейік. 6 жұп сан. Міне, осылай айтып, біз оң сандарды берген кезде бағдарлама цикл қайталанып отырады, оның жұп тағы екенін анықтап отырады. Тек егер біз шартқа -1-ге тең емес, -1-ге тең болған жағдайда, онда ол тоқтайды. Біз әлі тоқтаған жоқпыз, кез келген санды жаза бере аламыз. Тағы сан, келесі сан, мысалға 34, жұп сан, тағы да басқа, 898, жұп сан, 123 дейін, тағы сан, осылай айтып кете береді. Егер мен тек -1 дегенді салсам ғана, бізде бағдарлама міне пауза not found аяқталды. Яғни аяқтаймыз. Бұл қарапайым соңғы шартты циклға мысал келтірдім. Яғни сіздің шартыңыз орындалғанға дейін оның денесінде кемінде бір жауап, бір нәтиже шығады. Себебі негізгі циклдың денесі операторлар бұл жердегі әрекет орындалады. Содан кейін -1, яғни шартымыз циклдан шығады. Алғы шартты циклға қарама қарсы. Енді келесі тағы бір мысал алалық. Мысалға
n факториал деймін. n факториал. n факториал дегеніміз, n-ға сіз қандай сан бересіз, кез келген сол санның n 5 берсек, демек 5-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі. 1, 2, 3, 4, 5 деген сандардың көбейтіндісі, мысалға 120 деп шығу керек. Яғни 1, 2, 3, 4, 5 бұл жерде өсу ретімен шығып тұр. Демек, счетчикті өсіріп, оны бір-біріне көбейтсек, бізде n факториал шығады. Демек, есебімізді кетірейік. Так, бізде счетчикқа ай санын алайық. Және нешеге дейін орындайды n факториал, неше санды бересіз n-ға. Яғни сол n-ді жазып кетейік. Және оны есептейтін факториалға f-ті берейік. Факториалды есептейтін. Енді оның біз n санын енгізуіміз қажет. Cout n тең болады. Енгіземіз sin n, яғни n, одан кейін барып біздер do орында деймізде, фигуралық жақшаның ішіне шартымызды жазамыз. Бізде факториал, яғни өзіне көбейтеді f көбейтілген i счетчик ретінде, және бізде счетчик өсіп отырғанына байланысты біз оны i++ келесі қадамға өседі, және оның негізгі денесіндегі шартымызды қоямыз. While так, i кіші немесе тең n факториалдан кіші болған жағдайда циклдың денесі орындалады. Және табамыз Cout біздер шығарамыз факториалда f тең болады. Яғни f факториалды шығарамыз. Факториал бастапқыда көбейтінді болғандықтан оны бірге тең, ал i бастапқыда бірге тең деп жазып кетейік. Содан кейін барып шығарып қарайық. n-ға жаңағы айтқанымдай 5 факториал береміз. Міне f120 ең соңғы нәтижесін көрсетті. Жалпы ол бізде қалай орындалады? i бастапқыда 1 дедік, және факториал бастапқыда 1 дедік. 1-ден басталды дедік. Және n-ға 5 бердік, демек бізде факториал есептейді, факториал f көбейтілген p дедік. Яғни факториал көбейтілген i счетчикқа дедік қоя. Бірге көбейтеміз, бізде 1 шығады. Және келесі шартымызды тексереді. i бізде мына жерде өседі, i уже 2-ге тең болады. Енді 2 бізде кіші немесе тең бі, n бізде 5-ге тең. Тең ба, тең емес. Демек тағы циклдың денесі факториал есептейді. Факториал алдыңғы бізде 1 болды, оған көбейтеміз, келесі i 2 болады. Демек 2-ге тең. i өседі бізде, i келесі 3 болады. 3 немесе тең ба 5-тен кіші, сол кезде қайтадан факториалды есептейді. Факториал тең болады. f алдыңғы f бізде 2-ге көбейтемін, келесі i бізде 3, демек 2 үшін 6 болады. i өседі, 4 шартты тексереміз, кіші немесе тең 5-тен бе? Кіші, демек орындалады. f факториалымыз бізде алдыңғы 6-ға көбейтеміз, соңғы i-ды 4, демек 4-дің 24, келесі
ай өседі тағы да, ай тең болады 5 болды. 5 кіші немесе тең бі 5-тен? Кіші емес, тең. Демек, ақиқат циклдың денесі қайтадан орындалады, f тең болады. Соңғы 24, оған көбейтемін, соңғы айды 5. Демек, 24-ті 5-ке өткенде 120. 2 есім 10, 120 болады. Келесі ай өседі, бізде ай 6 болады. Енді 6 кіші немесе тең бе 5-тен? Кіші емес, үлкен. Демек, шарт жалған болады. Жалған болған кезде циклымыз бізде аяқталады. Бұл программаның циклды қайталап отырып орындаған кездегі негізгі әрекеті осы. Ал оған біз сол жаңағы әрбір өсімді айды f-қа көбейтіп, біз факториалын алдық және шартын ең соңына қойдық. Сол әрбір нәтижені көргіміз келсе, біздер cout-ты фигуралық жақшаның ішіне жазатын болсақ, жоғарыдағы оператормен бірге f-ті есептейді, айды есептейді, сол кезде факториалды шығарады. Содан кейін барып шартты тексереді. Егер операторлық жақшаның ішіне алатын болсақ, әрбір нәтижесін көре аламыз. Мысалға, n-ға 5 берсек, n-ға 5 берсек, бізде міне 1, 2, 6, мына жерде астына түсіріп жіберейік. Enter, қайтадан 5-ті берейік. Міне, барлық нәтиже 1, 2, 6, 24, 120. Жаңағы айтқан, бізде әрбір f-ті нәтижесі 1 болды. Міне, одан кейін 2 болды, одан кейін 6 болды. 1, 2, 6, содан кейін 24, содан кейін ең соңғы мәні 120. Яғни, міне, 1, 2, 6, 24, 120. Әрбір қадам цикл орындалған сайын f нәтижесін көріп отырсақ, біз осылай операторлық жақшаның ішіне жазған кезде әрбір нәтижесін көре аламыз. Программаның қалай орындалып тұрғанын көріп отырмыз. Ал егер бұл нәтижені есептеп, ең соңғы нәтижесін шығар десек, онда бізде фигуралық операторлық жақшадан кейін шығарамыз да, оған кез келген ең соңғы нәтижесін ғана 120-ны көре аламыз. Бұл қалай ыңғайлы, барлық нәтижесін көргіңіз келсе, операторлық жақшаның ішіне аласыз. Тағы да басқа берейік, мысалға 10 факториал десек, 10-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі. 10-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі демек бізде 1, 1-ге келесі 2 көбейтіледі, 2, 2-ге 3 көбейтіледі, 6, 6-ға 4, 24, 5 көбейтіледі, 120, 120-ға 6 көбейтіледі, 720, 720-ға 7 көбейтіледі, 5040. Осылай етіп, 10 факториал, демек, бұл жерде бізде 3.628.800 деген нәтиже алынды. Яғни, соңғы шартты цикл бізде бұлында циклдың денесінде кемінде бір нәтиже шығып, содан кейін барып шарт тексеріледі. Шартымыз ақиқат болған жағдайда орындалып, жалған болған жағдайда цикл аяқталады. Егер сіздерде шартты циклды шартты дұрыс бермейтін болсақ, ол сізде шексіз орындала беретін цикл болып кетеді. Я болмаса нәтижені тек қана бір орындайды да әрі қарай есептемей қалды. Демек, дұрыс емес. Шартыңыз дұрыс емес. Я болмаса шексіз орындалып кетеді. Сол себептен сіз циклмен алғы шартты, соңғы шартты циклмен жұмыс жасаған кезде ең басты цикліңіз шартын дұрыс қоюыңыз қажет. Осымен соңғы шартты цикл операторын аяқтадық. Сау болыңыздар.